Саламатсыздар ма, менің құрметті гүлсегіш достарым. Міне тюльпан атып тұр. 3 күн, 4 күннен бері тюльпан атып тұр. Сіздерге осыны көрсеткім келіп, кеше 1-2 күн ауырып қалдым да телефонға видеоға түсіре алмадым. Бүгін түсіріп жатырмын. Міне қасында пиондар кішкене көтерілген. Тюльпандар осыдан қазір бір аптадай гүлдейді де, содан кейін бұлар қояды ғой. Сол кезде тағы да түсіріп сіздерге қазып алып көрсетемін. Бұның астында картошкасын алу үшін де бұған жақсы уход керек. Келесі жылға қалдыру үшін бір жерлерде жазылған қазып алу керек те. Күзде егіп дейсіз. Күзде егіп бұл уже көктемде шығу керек. Егер қазып алынбаса, астында топырақтан қала береді де, тереңге кетіп қалады да, көктемде табылмай қалады ма, шықпай қалады ма, сондай бір нәрсесі бар. Сол үшін бұны қазып алу керек. Астындағы жуасы жақсы өсу үшін қазір мына гүлін қиып тастап, тағы да уход жасау керек. Уход жасау керек. Міне қараңыздар, гүлі өте әдемі. Былтыр көп болып еді, тюльпаным болып еді, биыл азғантай шықпай қалды, 3 түйір шығып тұр. Соның себебін ертең қазып атқанда көреміз. Неге шықпай қалған. Қандай әдемі де. Кеше мына жерге бір жук түсіп кетіп, соны жеп жатыр екен. Жапырағын көрдіңіз бе? Жапырағы кішкене етіп тұр. Бұл менің шарбағымдағы бірінші гүлім. Гүл жарып атқан. Бүгін кішкене күн жел. Гүлдеріңіз өсе берсін, заман тыныш болсын. Сау саламатта болыңыздар. Пока-пока.